Бұның бәрі еңбек түп жеңбек. Берем десе берелек терезеден, шаңырақ керегеме керек береке. Берем десе берелек терезеден, шаңырақ керегеме керек береке. Ассалаумалейкум достар, сіздермен финанс бойынша біздің екінші выпуск. Бұл выпускта біз RNP деген отчетты үйренетін боламыз. Рука на пульсе. Бұл отчет сіздің таргетке қанша теңге кетіп жатыр, каждый этап, мысалы клиент сізді таргеттен көреді, сол жерде уже показ бар, CPM деген значение бар, клик бар, CTR, CPS, ары қарай лид болып түседі, сол жердегі ортадағы конверсия жоғалып кетеді, ары қарай отдел продажға барады, дозвон бар, недозвон бар, сатып алады, алмайды, солардың барлығын конверсиялар көріп отыратын бұл отчет. Көп кәсіпкерлерде өкінішке орай осы отчет дұрыс толтырылмайды, немесе дұрыс толтырылса да осы аналитика жүргізілмейді. Бүкіл проекттерінде мен айналысатын нәрсем бұл іштегі операционка емес, осы RNP отчетты қарап, аналитика жасап, қай жерін дұрыстау керек, қай тесікті жамау керек, соның барлығын мен қарап, анализ жасап, жұмысым жалпы осы. Міне RNP біздегі, менің бір проектімдегі RNP мына 20 февральдан бастап толтырылған RNP-ларды көрсетейін. Мына қараңыздар, бюджет мына дата бойынша көрсетілген. Бюджет таргеттегі бір күнге 100 000 теңге кеткен. Показ 71 000 показ, 71 000 адамға көрсетілген. CPM деген бұл 1000 адамға көрсеткендегі сіздің төлеп жатқан ақшаңыз. Негізгі таргет бойынша данный $1 нормально дейді, яғни 500 теңге. Ал бізден яқта 1400 теңге болып тұр, себебі аудитория қымбат, таргет сондай показатель көрсетеді. Енді бұны жөндеу үшін таргетологпен дұрыстап жұмыс жасау керек, немесе нормальный таргет алу керек. Количество кликов. Бір клик, общий қанша клик басылған, подробнее қанша адам басқан, соны көруге болады. CTR 0,86%. Бұл 100 адам көрген кездегі процент есептеледі. 100 адам көрген кездегі 0,86% адам сіздің подробнейені басқан адам болып білдіреді. Яғни 200 адам болса, значит 0,86 1,6 адам басады да. Ойлаңызшы, 200 адамға көрсетсе 1,6 адам басады, 1,5 адам. Среднем 1% деген нормальный результат. 2 деген уже өте күшті, 3-4 деген это космический результат. Но в среднем рынокта сол 0,5, 0,6, 0,7 ұстайды. 0,2 болып жатса, шошыңыз, қорқыңыз, себебі сіздің таргетке жаратқан видеоларыңыз онша емес и бойдақ дұрыс қозғалмаған, дұрыс конвертировать етпейді. CPS деген бұл cost per click, яғни бір клик подробнее басады ғой, соны басқан кездегі адамның құны. Клик басады, клик басқан адамға сен қанша теңге төлеп отырсың? Бізде ол 167 теңге болған, мына күні. Бір клик басады, подробнее 167 теңге төлеміз. Одан кейін WhatsApp-қа міне. Клик бізде 608 болды. WhatsApp-қа ары қарай кликті басқаннан кейін түсетін адам бар, түспейтін адам бар. 306-сы түскен, 302-сы түспеген. Ойлаңыздаршы, WhatsApp сонша таргет жіберіп отырық, 50% конверсия, 50% адам подробнее басып, ары қарай WhatsApp-қа лид болып түспейді. Енді бұның проблемасы сіздерде сайт болуы мүмкін, басқа бір нәрсе болуы мүмкін, аудитория дұрыс емес болуы мүмкін. Сондықтан сайт тез ашылмаса осындай проблема болады. Таргетте айтып отқан сценарийіңіз бар ғой, сол дұрыс емес болса осындай проблема болады. Үшіншісі, нецелевой аудитория болса осындай проблема болады. Енді бізде әр кезде әртүрлі проценттер болып жатыр, соны біз қазір көріп жатырмыз. Кейбір проекттерде даже 80% кетіп қалады осындай данныйлар. Міне, цена на WhatsApp. Бір лидтің WhatsApp-қа түскен құны 333 теңге. 333 теңге. Сосын, мысалы, бізде регистрация кастинг дейді. Мына жерде енді, по-моему, бұл ең бірінші кеткен күні таргет. По-моему, бұл жерде қателік кеткен. Давайте мен сізде бұл жерде әр күні әртүрлі результаттар бар ғой. Давайте бір апталық анализі көрсетейін. Лучше. Мына жерде, потому что біздің воронка былайда. Бізде адамдарға кастинг арқылы сатамыз. И таргеттен келген адам бүгінге емес, ертеңге немесе арғы немесе 3 күннен кейінге регистрация жасауы мүмкін искусственный интеллект арқылы. Бірақ біз оны никак фиксировать ете алмаймыз да. Мына жерде бір фиксировать еткен моментіміз болды. Ол біз отчетты искусственный интеллект арқылы шығардық. Міне, 3 апталық отчет. Допустим, міне 19 күні алайық. Бюджетке, таргетке 600 000 теңге кеткен, 560 000, 82 000 показ, CPM 1346, 3599 клик болған. Бір кликтің құны 154 теңге. WhatsApp-қа түсу конверсиясы 51%. Бір лидтің WhatsApp-қа түскен құны 301 теңге. Регистрация кастинг 351. Біздің воронка сондай. Кастингке тіркелді 351 адам, тіркелмеді 1504 адам.
ема біздің искусственный интеллектіміз 18,92% қана конверсия көрсетіп тұр. Это очень мало. Бұл проблема біз айналыстық. Бұны шешу үшін біз дополнительный отдел продаждың ішінде Hunter Closer деген система болады. Хантерларды қойдық. Хантерлар звондап, кассингқа сіз тіркелмепсіз, не себепті, қай күн тіркеле аласыз, ары қарай запростарды анықтап, звондап живой касаниемен тіркейді. Сосын бұл бір проблема, бір регистрацияға тіркелген адамның құны 1593 теңге. 1593 теңге. Сосын бұл тіркелген адамдардың арасында келетіні бар, келмейтіні бар. Ол тоже проблема. Кассингқа міне общий 351 адам тіркелді, 104 адам келді, 247 адам келмеді. Яғни конверсия кассингқа келу 29,6%. Тағы мына жерден біз не құлап жатырмық. Яғни біздің офисқа келген адамның құны 5377 теңге, ойлаңыздаршы. Каждый келген адам 5377 теңге. Сосын ол жердегі екінші проблема, келесі проблема бар. Проблема емес, этап деп айтайын. Кассингқа сонша этаптармен әкеліп жатыр қой. Кассингтан сосын өтетін адам бар, өтпейтін адам бар. Кассингта 61 адам өтеді, 104 адам келгеннің 43-і өтпейді. Яғни 58,7%. Енді одан кейін бар біздің отдел продажға кіреді. Яғни бір кабинетке отдел продажға кірген адамның құны 9168 теңге болып тұр. Кабинетке кірген адам 61 адам, соның 8-і продажа болады. Средний чек 700 теңгеден. Конверсия продаж 13%-ді көрсетіп отыр отдел продаж. Общий 5 миллион 500 теңге касса, міне, и 9,8%, 9800% рой. Рой дегенің таргетке 1 теңге жұмсасаң, бізге 9,8 теңге болып шығып жатыр. Енді бұл жерде бізде қарасаңыз, мына кезде общий показатель цена клиента, бұл маркетинг пен отдел продажның общий жұмысталған кездегі бір клиенттің құны сізде қанша теңге айналып жатыр, соны есептеу керек. Міне алғашқы аптада бізде 69,900 теңге болған, почти 10%-ге кеп тұр. Келесі апта бізде 62 теңге, келесі апта 51 теңге. И бізде кассадан да міне разницалар 5 миллион, 15 миллион, 22 миллионға шыққанбыз. Міне таргетте байқасаңыздар, бұрын міне 5-11 күні соңғы аптада, мысалы бүгін 13 март күні түсіріп отырмын сабақта. Мына күні 3600 клик болса, таргет 300-ге көбейткенбіз, 9300 клик болған. CTR-мыз көбейген, бір кликтің құны мына бірінші аптадағыдай бірдей болған. WhatsApp-қа түскен лид міне 6900 лид түскен, 2900 түспеген. Яғни біз WhatsApp-қа түскен лидтарды көбейткенбіз ғой. Бұрын міне 3600 адам жазса, соның 1800 WhatsApp-қа түседі, қалғаны түспейді. Ал мына жерде 9800 жазған, 7000 WhatsApp-қа жазады, қалғандар жазбайды, короче, түспей қалады. 70%. Бір WhatsApp-қа түскен адамның құнын біз 300 теңгеден 214 теңгеге арзандаттық. Енді ары қарай кастинг, регистрация жасады, жасамады деген бар. Міне осы жерде бізде тағы проблема пайда болды. Кастингқа регистрация 1097 адам жасайды да, 5800 адам жасамай қойды. Ойлаңыздаршы, ема. Конверсиямыз 15%-ға түсіп кетеді. Алдыңғы аптада қарасаңыздар 36-да 56% бізде конверсия болған, жоғары болған, мына кезде түсіп кеткен. Бір регистрацияның құны қайтадан 1356 теңгеге көтерілген. Негізі арзан болу керек еді ғой. Сосын оның ішінен бізде 475 адам келеді, 622 адам келмейді, 1097-ның ішінен. Конверсиямыз мына жерде 29-да 6, 34-да 9, 43-те 3-ке көбейген. Конверсия на приход. Конверсия кассингқа келу. И сөйтіп біз бір кассингқа келген адамның құнын 3130 теңге, 32 теңге болады, бір апталық аналитика. Сосын сол жазылған адамдардың 204-і келеді, 271 келмейді. Яғни конверсия, жоқ, 204-і өтеді, 271-і өтпейді. Конверсия кастинга 42-де 9%. Бұрын 58-де 7 болса, 42,9, яғни бізге түскен себебі баланың дарынына қарап, сөйлегеніне қарап, тілдің тазалығына қарап біз өткіземіз. Міне, осы жерде конверсия кастингға құлаған, бірақ бізде күштісі кастингқа тіркелген адам, тіркелмеген адамның конверсиясы көтерілген. Жоқ, кастингға тіркеліп, келген адамның конверсиясы көтерілген. Бұны көтеру үшін біз Hunter отделді қосық деп айттым ғой алдын. Әртүрлі маркетинг инструменттер қолдандық. Міне, кабинетке кірген адамның құны, бірақ сол күйі бұрын 9000 теңге болса, келесі апта 6800 теңге, 7200 теңге болып жатыр. Примерно та же цифра. И продажа бізде 29 болады. Конверсия міне 13%, мына жерде 11-ге түсіп кеткен, мына жерде 14%. Средний сол 13-14-ті ұстап отыр. Цена клиента бірақ мына жақта 20000 теңгеге арзандаған. 20000 теңге деген, ойлаңыздаршы, 29 клиенттан 20000 теңге разница ойнаған кезде бізде почти 580 теңге разница ойнайды. Яғни 580 теңге біз экономдап отыр. 22 миллион 500 мыңға продажа болған. Ройымыз көбейген. Рой деген бізде 1 теңге жұмсасақ, бұрын 10 теңге уақыт алып отырады. Қазір
1 теңге жұмсасақ 15 теңге болып уже ақталып жатыр. Міне осындай RMP-дағы әртүрлі, енді бұл менің проектіме құрған RMP-ім да. Басқа да әртүрлі RMP-лар бар, сіздерге қазір көрсетейін. Бұл жердегі главный нәрсе, сіздер каждый этапты қарап отыруларыңыз керек. Допустим, адам кликті басты, бірақ ортасында 70% жоқ кетіп 30% ғана лид болып түсіп жатса, значит, через сайт өтетін болса, сіздің сайтыңыз тез ашылмауы мүмкін, ішінде бір ауыр файлдар болуы мүмкін, не продающий болуы мүмкін, ішіндегі структурасы дұрыс емес болуы мүмкін, WhatsApp-та, возможно, ссылкаларыңыз дұрыс емес болуы мүмкін, прямой WhatsApp-қа түсетін воронка болса, немесе басқа воронкалар придумать етуі мүмкін. Одан кейін ол түскеннен кейін әртүрлі этаптарды не қылады. CTR-ыңыз түсіп кетсе, значит, таргетте проблема, аудиторияда проблема. Сол секілді маркетинг әртүрлі анализдер жасап отыру керек. Мысалы, мынау жерде товаркаға жасалған RMP, допустим, мынаны алайықшы. Міне, бір күндігін алайық. Бірінші июнь күні 2022 жылы таргетке 11.000 теңге жұмсаған, лид 61 лид түскен, 2 продажа 175 касса. Бұл элементарно қылып мен оңайлап жасап қойғам. Таргеттің данныйлары, каждый этаптар 1 лид 60 теңгеден түскен, 2020-де 1 лид 60 теңгеден түскен. CTR 0.73, 1 лидтің құны 60 теңге. Facebook'тан 60 количество лидов, Facebook дейді 61 лид. Конверсия продаж 3% конверсия, бір күнде 175 теңге продажа болған. Таргет, товардың жаңағы финансовый отчетты көрсеттім, осыны мен RMP-дің ішіне бұрын енді екеуін араластырып бір отчетқа тығып жіберетін. Примерно көріп отыру үшін бір күнде таза қанша тауып отыр. Отдел продажға 20 мың теңге берген, рассрочканың проценті, фот зарплатаның ақшасы, итогы 120 мың теңге, кассаға 175 мың теңге түскен, расход 20 мың теңге, чисто 54 мың теңге таза пайда тапқан. Көрдіңіз ба? Мына күні 40 мың теңге пайда, мына күні 25 мың теңге пайда, мына күні 20 мың, мына күні 3,5 мың теңге. И әр күні әртүрлі продажалар осы жерде шығып отырады. Міне осы RMP-ді кішігірім ретінде мен сіздерге түсіндіріп өттім. Бұл таблица арқылы сіздер анализ жасауларыңыз керек. И маркетинг, продажа бойынша бүкіл цифрларды енгізіп, цифрларға дұрыстап мән беріп, аналитика жасаңыздар. Себебі сан білмесең сандырақтайсың деген сөз бар қазақта. Осы таблицаны алғыларыңыз келсе, маған Инстаграмға өтіп подписаться етіңіздер. Және де маған дайректке RMP деген 3 әріпті сөзді жазсаңыздар. Мен сіздерге осы таблицаны беремін, шаблон. Оны товарка болса товарный бизнеске, инфобизнес болса инфобизнеске, басқа бір нәрсе сататын болсаңыз, таргет жіберіп жалпы сататын болсаңыз, осы отчетты қолдансаңыздар болады. Сіздермен болған Ерсін Сұлтан. Қош, сау болыңыздар. Бұның бәрі еңбек, түп жеңбек. Берем десе, берелет терезеден. Шаңырақ керегіме керек береке. Берем десе, берелет терезеден. Шаңырақ керегіме керек береке.